Hello everyone, welcome to Online English KZ, and today we are going to learn 5 extreme adjectives with you. Сәлем достар, Online English KZ-ге қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін біз күшейтпелі сын есім үйренетін боламыз. Кейбір кездері біз сын есімдерді қолданған кезде, оны күшейтіп айтқымыз келген кезде, ағылшын тілінде very деген сөзді қолданамыз. Мысалы, күшті деп айтқымыз келсек, very good. Одан да күшті деп айтқымыз келсек, very good деп айтамыз. Бірақ сіздерге біз сол very деген сөзді қолданбай, қандай сын есімдер қолдануға болатынын көрсетеміз. Біріншісі, cold деген сын есім, суық. Өте суық деп айтқымыз келсе, ағылшын тілінде сіздер very cold деп айтасыздар. Бірақ very cold'тың орнына freezing деген сөз қолдансаңыздар, одан да әсерлі болады. Мысалы, Нұр-Сұлтанда қыс мезгілінде ауа райы өте суық. It's freezing in Нұр-Сұлтан in winter. It's freezing. Өте суық. Екінші сөз. Hot. Very hot. Very hot дегеннің орнына boiling деп қолдансақ болады. Мысалы, It's boiling in Шымкент in summer. It's boiling in Шымкент in summer. Аударғанда жазда Шымкентте өте ыстық. It's boiling. Өте ыстық. Үшінші сөз. Hungry. Қарным аш. Қарным өте аш. I'm starving. Мысал келтірейік. I'm starving. Is there anything to eat? I'm starving. Is there anything to eat? Қазақшаға аударғанда, қарным қатты ашып тұр. Жейтін бір нәрсе бар ма? Қарным қатты ашып тұр. I'm starving. Төртінші сөз. Жақсы. Good. Өте жақсы, very good. Өте жақсы, very good деп айтқанның орнына неге біз great немесе excellent деп айтпаймыз. Мысал келтірейік. That's an excellent movie. Бұл өте керемет фильм. That's an excellent movie. Өте керемет. Басқа мысал. You did a great job. Сен өте жақсы жұмыс жасадың. You did a great job. Сен өте жақсы жұмыс жасадың. Енді, кейбір кезде бұл сөздер есіңізде қалмаса, very деген сөздер басқа сөзге де алмаса алады. Мысалы, really, extremely, немесе ауызекі стилінде super деп айтсаңыз болады. Егер де өте керемет деп айтқыңыз келсе, it's very good деудің орнына, it's really good. It's extremely good деп айтсаңыз болады. Немесе, бір нәрсе өте сүйкімді болса, сіз, ой, қандай сүйкімді дегеннің орнына, it's so cute, or it's really cute, or it's super cute деп айтсаңыз болады. Сонда very деген сөзді really, extremely, super деп ауыстырсаңыз болады. Ал достар, сіздерге осы 5 сын есім көмектеседі деген ойдамыз, and we hope that you are going to use these 5 extreme adjectives in your everyday English and you are going to improve your English with us. Thank you. Goodbye.